Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде мектепішілік пәндік олимпиада өткелі отыр, барлықтарыңыз білесіңдер. Мен қазір сендерге тест парақшаларын тарқатам, және қасына бланкыны берем. Ол бланкіге біз сол тесттен дұрыс жауаптарын белгілейтін боламыз. Мен қазір сендерге тарқатып берейін. Мына жерде оқылым тапсырмалары бар. Бірінші танысамыз, сосын барып бланкіге толтырамыз. Мен қазір бланкыны сендерге түсіндіремін. Асықпай, ойланып белгілейміз. Бізге басқа бөтен тақырып берілмеген өзіміздің өтіп жүрген дүниелеріміз. Ал енді мына жерге қараңдар. Мектеп деген жерге мектебімізді жазамыз. Абырай Алтынсарин атындағы негізгі орта мектеп дейміз. Одан кейін аты жөндері Сағынбек Дәулет деп жазамыз. Одан кейін сыныпты, сосын пән қазақ тілі мен әдебиеті деп жазамыз. Ары қарай мына жерде 30 сұрақтың дұрыс жауабын белгілейміз, ойланып белгілейміз. Асықпай ойланып белгілейміз. Қазір бланкыны толтыруды бастаймыз. Бірінші оқылым тапсырмасын оқып алыңдар, мәтінді танысып алыңдар. Сосын барып сұраққа жауап беруді бастаймыз.